Саламатсыздар ма балалар? 79 сабақты бастаймыз. 5-ші есепті шығар. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты? Барлығы 15 бала болғандықтан 15-ті 5-ке бөлеміз. 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады. Жарысқа сонда 3 топ қатысты. Үштен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір үшінші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы дейді. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Енді 3-тің тұсында А тұр, 6-ның тұсында У тұр. Осылай құрастырған кезде аударыспақ сөз шығады. Аударыспақ дегеніміз бұл ұлттық ойынның бір түрі.